Менің атым Тұмар Ханшайым. Мен өз заманымда массагет сақтарының билеушісі болдым. Гректер атымды Томирис деп атап солай тарихта қалдым. Өмірімде көптеген қиыншылықтан өттім. Күйеуімнен жесір болып қалғанда менің халқыма ауыр күндер келді. Парсы патшасы Кир біздің елге соғыс ашуға сылтау іздеп өзіне тұрмысқа шығуға маған елшілерін жіберді. Мен оған келіспедім. Кир патша жауабымды желеу етіп бізге қарай әскермен жорыққа шығады. Оған қарсы өз ұлым Спаргапты әскермен аттандырдым. Кир біздің әскерді алдап айламен менің ұлымды тұтқынға ұстап алады. Оны естігенде мен Кирге мына сөзді жолдадым. Қанқұмар Кир, жеңіске желікпе, сен менің ұлымды ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқсың. Шарап ішкізіп алдап барып тұтқын еттің. Ұлымды қайтармасам ант етемін, қанға қанша тойымсыз болсан да, адам қанын сусынын қанғанша ішкіземін. Кир шайқасуды таңдады. Менің ұлым есін жиып не болғанын түсінгенде қасында тұрған парсы жауынгерінің қанжарын тартып алып, өз-өзіне қол жұмсады. Келесі күні бұрын соңды көз көріп құлақ естімеген сұрапыл қырғын соғыс басталды. Соңында біздің әскер жеңіске жетеді. Ұрыс барысында Кирдің өзі де қаза табады. Жауынгерлерім оның денесін тауып басына алып келгенде, мен өзімнің уәдемді орындап, оның басын қанға толы қазанға батырдым. Менің тағдырым қиын болды. Бірақ халқым үшін, ұрпақтарым үшін мен мықты болып қиындықты жеңуге тырыстым. Ұрпағымда қиындықтан қорықпайтын мықты болады деп үміттенемін. Видео ұнаса арнаға жазылып қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.